Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге аспаз келін. Бүгін осындай керемет, өте дәмді, қазіргі хит тағамдардың бірі маклубе дайындаймыз. Бір жасағаннан керемет шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен осылай етімізді орташа көлемде турап аламыз. Сіздер өздеріңіздің қалағандарыңызша турап алсаңыздар болады. Менде 5 литрлік қазанға дайындадым және 3-4 қасық сұйық май құйып, етімді салдым. Етім шамамен 400-500 граммдай ет. Осылай қызартып қуырып аламыз, және мен тұз салған жоқпын. Тұздалған ет болғандықтан жарты стакан су құйып, піскенше жай отта қоятын боламыз. Енді картошкамыз бен сәбізімізді осылай дөңгелек тәрізді қылып турап аламыз, қалыңдау қылып. Содан соң қызып тұрған табамызға екі жағын қызартып, сәбізімізді қуырып алатын боламыз. Менің каналымның алға жылжуына көмектесіп, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Көптеген қолжетімді рецепттер бар. Енді осылай картошкамызды де екі жағын қызартып қуырып аламыз. Мінекей қызарып қуырып шықты. Осылай жақсылап барлығын қуырып аламыз. Мінекей сәбізіміз бен картопымызды қуырып алдым. Қызарып, әдемі болып қуырылып шықты. Енді жаңағы сұйық маймызды аздаған мөлшерін бөлек ыдысқа алып, енді күрішімізді салып қызартып қуырып аламыз. Қатты қуырмаңыздар, тек 5-10 минуттай қуырсаңыздар болады. Бұл біздің шашырап пісуіне жақсы күрішіміздің. Менің күрішім шамамен 650-700 граммдай болды. Енді осылай пиязымызды де қалың қылып, дөңгелек тәрізді қылып қуырып аламыз. Жаңағы етті пісірген қазанымыздың түбіндегі осылай май ауысып қалады. Осылай соның үстіне жуаларымызды қойып, және оның үстіне етімізді салып, бәрін біркелкі қылып орналастыратын боламыз. Мен осы жерде кукуруз қостым, сіздер өздеріңізді қоспасаңыздар да болады. Енді сәбізімізді, картопымызды біркелкі қылып, бәрін жайып қойып шығамыз. Араларына тұз сеуді ұмытпаңыздар. Осылай картопымызды да осылай әдемілеп бәрін қойып шығамыз. Тығыздап, үстін басып, арасына және тұз себеміз тағы да. Өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбен сепсеңіздер болады. Енді тағы да кукуруз шашамын және жаңағы қуырылған күрішімді салып, қатты тығыздап үстін басып, осылай қоямыз. Енді үстіне сәл-пәл тұз салып жібереміз тағы да. Содан соң қайнаған ыстық су құямыз. Осылай бетін жауғанша күрішіміздің құятын боламыз. Неге осы жеткілікті. Енді паприка салып жібереміз үстіне. Осылай қарабұрыш пен паприка салсаңыздар болады. Енді астын қатты қойып, осылай суы кішкене тартылғанша қоямыз. Неге суы тартылды. Енді астын жай қойып, қақпағын жауып 25 минутта пісіп шығады. Оған дейін біз салатымызды дайындап аламыз. Осылай қиярымды турап алдым. Қатты үлкенде емес, майдада емес, орташа қылып турап аламыз. Осы жерде көк жуа қоссаңыздар да болады, өте керемет болып шығады. Және де аскөк қостым. Тұзымызды салып, осылай салат дайындап жібереміз. Және де бұл жерде морковча салатын да қоссаңыздар өте дәмді болады. Енді мінекей менің тамағым дайын болды. Менде дөңгелек ыдыс болмады, сондықтан осылай 4 бұрышты қылып жасадым. 4 бұрышты ыдысқа осылай қасықпен ұрғылап түсіретін боламыз. Мінекей енді бісміллә деп көтеріп аламыз. Өте әдемі болып шыққан. Сәл-пәл босап кетті. Жағы ол ештеңке етпейді. Осылай асты жабыспаған, керемет шыққан. Осылай пияздарын қойып шықсаңыздар болады. Бетіне жабыспаған болса өте дәмді болып шығады екен. Енді осылай салаттарымызды 4 жағына қойып шықтым мен. Және де айранымды құйдым. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап, менің каналыма өз үлестеріңізді қосып,